Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Назым. Бүгін сіздермен баялдыдан өте дәмді рулет жасайтын боламыз. Мұны кейде орысша тещин язык деп те атайды. Баршаңызға ұнайды, сондықтан міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, кішкене өзгешелеу жасалынады. Ең алдымен біз 2 түйір баялды қолдандым. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және баялдымыздың ұзын жағынан ұзыншалап турайтын боламыз. Өте жұқа етіп турауға тырысыңыздар, және түзу болғаны жақсы. Барлығын осылай кесіп аламыз бірінші. Енді оның үстінен салқын су құямыз. Біздің баялдымыз батып тұратындай болсын. Осы судың үстіне 2 ас қасықтай тұз салдым. 2-2,5 ас қасықтай ащылау етіп тұз салыңыздар. Егер сіздер бұлай жасамасаңыздар, осылай жасамай бірден пісіретін болсаңыздар, онда сіздердің баялдыларыңыздан қышқылтым дәм шығып тұратын болады. Ал бұл әдіс сол қышқылтым дәмді өзіне сыртқа шығарып, суға шығарып қояды. Осылайынан тұз салып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Біз 5-10 минут уақыт өткенше қызанағымызды тураймыз. Мен осы 2 түйір баялдыға 1 қызанақ қолдандым. Қызанағымызды өте кішкентай 4 бұрыштылап турадым. Бұл біздің баялдымыздың ішіне салғанға өте ыңғайлы болады. Сондықтан үлкен етіп тураудың қажеті жоқ. Майдалау етіп осылай 4 бұрыштап турап шығамыз. Осы 1 қызанағымыздың барлығын осылай турап тәрелкемізге саламыз. Одан соң мен 2 түйір сарымсақ салдым. Сарымсағымызды өте майда етіп тураймыз, немесе үккіштен өткізіп майонезімізге салып араластырамыз. Бұл біздің соусымыз. Майонезге сарымсақты салып, соусымызды дайындап қоямыз. Қызанағымызды турап қойдық, енді баялдымызды аламыз. Қараңыздар, біздің суымыз өте қап-қара болып кетті, себебі жаңағы баялдының ащы дәмі осы суға шықты. Енді баялдымызды қатты сығып, қағаз майлықтарға төсеп, суын сорғытып аламыз. Барлығын осылай қойып шығамыз. Және барлығын қойғаннан кейін мен үстін тағы да 1 қағаз майлықпен осылай басып суын алып шықтым. Кептіріп алғандарыңыз жақсы баялдыны, себебі майға піскенде қатты шашырамай өте жақсы пісетін болады. Енді келесіде клярымызды дайындаймыз. Ол үшін біз жұмыртқамызды осындай тәрелкеге жарып аламыз да. Араластырамыз. Біздің клярымыз дайын. Екіншісі бізде панировочный сухари. Сіздер бұны қолдансаңыздар да өте жақсы болады. Егер панировочный сухари болмаса, жұмыртқаның өзіне, яғни клярға ғана аунатып жасай берсеңіздер болады. Баялдымызды жұмыртқаға аунатамыз, одан соң сухаримызға аунатамыз. Жақсылап аунатып, екі жағынан қызып тұрған майымызға саламыз. Мен бірінші барлығын осылайынан дайындап алдым тәрелкеге. Бұл бізде дастарханға салғанға, жегенге де өте дәмді, ерекше болып тұрады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығын дайындап алдым. Енді майымызды да отқа қойып қыздырамыз. Осына майымыз қызған кезде жаңағы дайындап қойған баялдымызды салып, екі жағынан қызартып, қуырып аламыз.
Міне осындай сарғыш, әдемі болып пісті. Осындай болғанша пісіріп алыңыздар. Өте тез піседі. Және қағаз майлықтарға төседім. Бұл бізде майын сорғытып алады. Қатты майлы болып тұрмайды. Барлығын осылайынан алып аламыз. Пісіріп. Енді дайын болған, пісіп шыққан баялдымызға жаңағы соусымызды жағамыз. Яғни майонез бен чесноктан жасалған соусымызды ұзыншалап жағып шығамыз. Оған қызанағымызды саламыз. Міне біздің қызанағымыз өте майда болған соң, осы баялдымызға салуға өте ыңғайлы болады. Енді осылайынан орап қоямыз, тәрелкемізге саламыз. Және тәрелкеге салған кезде астына салат жапырақтарын қолдансаңыздар да болады. Егер сіздердің рулеттеріңіз оралмай жатса, жаңағы тіс шұқығышты немесе таяқшаларды қолданып, ортасынан қыстырып қоюға да болады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Дастарханға қойғанға өте әдемі болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Назым. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.